Sonunda bunu kitapta жасайын деген не? Сіздің кітабыңыз ғой. Мен кітаппен танысып шыққам негізінде. Менікі енді менің өзімнің дипломдық жұмысымда соңғы 10 жылдықты алдым да. 98-ден 2008-ге дейін фильмография жасадым. Бүткіл жебе бар, көп студиялардың фильмдерін алуға тырыстым. Азия Animation, Артурларға бардым, Рамиль Усмановтарға. Сонымен 98-ден 2008-ге дейін артында фильмография бар. Сол бойынша екінші жағына дипломда енді бірінші тарау әлемдік анимация деп алдым. Одан екінші тарауда қазіргі қазақ анимациясындағы тенденциялар дедім да. Біріншідегі кино мектептер бар ғой, Загребский. Солардың барлығы әсері бар дедім да. Әлемдік жағдайлар бәрі біздің анимацияға өзінің тікелей әсерін тигізіп отыр дедім. Компьютерлік анимацияның келгені сондай сияқты сөйтіп екінші бөлімде сол біраз мультфильмдерді талдаймын. Мультфильмдер фольклорлық не бойынша, ертегі бойынша жасалған. Қайырғали ағаға қазір тікелей сол фольклормен жұмыс істеп отырмын. Ал көбісі қазір авторлық неде жұмыс істеп отыр ғой. Цитаталық деп айтады, сол бойынша. Қазір көбісі сол. Негізінде фольклормен жұмыс істеп отқан Қайырғали аға. Одан кейін жебенің несін айтамын, ол жебе студиясы. Көбірек шығыстық немен жұмыс істейді, ал Рамиль Усмановтар олар кішкене заманауи батыстық. Сонда әркімнің өзінің арасында несі бар да, соны дипломдық жұмысымда басталды. Негізі екінші курстан бастап осы анимацияға біраз кішкене мақалалар жинақтап сөйткем, 3-4 мақалам шыққан. Фестивальдарда, сол кездерде бір мультфильмдер болды, соларды жазып. Одан кейіннен өстіп конференцияға жаздым, сөйтіп дипломдық жұмысқа алдым осы тақырыпта. Ғимрат ағамен келісіп, сөйлесіп, сол бұл кісі маған пікір берді. Енді мен осы енді қалай басталды барлығы сізден өзіңіздің аузыңыздан естімек үшін. Өйткені көп материалдар жинадым, осы уақытқа дейін қандай мақалалар шықты, газет бетінде түгел ұлттықтан жинап алып келдім. Бірақ онда көбіне сол енді кейбіреулер көбісі қайталана береді шыны керек. Сондықтан да тереңірек сізден өзіңізден естіп, содан өзім қазақ анимациясы қалай басталды, қандай жанрлар болды бізде, қуыршақ мультфильмдер болды ғой. Ал қазір қандай? Содан не қалды, соны көбіне осы бүгінгі немен байланыстырып жазғанымды болмақ үшін. Өйткені Бауыржан ағай жазды ғой, енді мен айтып отырған жоқ, ол кісіні қайталаймын деп. Бірақ осы кейіннен жазылмай қалған, соны арған етпек үшін де жалғастырып. Қазір қандай тенденциялар бар, қазір қандай мультфильмдер, неге ондай тақырыпта, неге қазір қуыршақ мультфильмдер жоқ. Ал оны білу үшін мен өткеннен білім керек та. Енді ағайдың еңбегімен танысып шықтым ғой, бірақ сонда да сіздің өзіңізден тағы бір сұрамақшы болғанда, сұрақтар дайындап, соны ағайларға көрсетіп, Раушан апаға көрсетіп, осындай бар, осы кісіден барып нетсек деп. Сонда бұл кітап жасағанда оның мақсаты қандай негізгі тақырыбы? Қандай кітапты ойлайсың? Мынау шықты, мынау архивтің мынаның ішіне барды. Бұны қайталап қажеті жоқ. Солай ғой? Иә, бұны қайталап емес. Менікі бұдан бірдеме аласың. Керек жерлер цитата алып алам. Сіздің жауабыңыз. Сонда кітап жасаған уақытта ол кейін кітап болып шығып, кім үшін, не үшін, кім оны негізінде демеуші болады. Бірінші материал жасап алмақшымын, одан кейін барып Раушан апай айтқан, бізде айтты осындай егер ұсыныстарың болса, бірінші кітап болса, онда ары қарай не бар депті. Мүмкіншілік бар деп. Бірінші нені жасау керек та ол үшін. Енді бұл мен айтам, енді студенттер қолданатын шығар кейін. Бірақ жалпы осы анимация туралы ешқандай еңбек жоқ та бізде. Ағайдың орысша жазды ғой. Қазақша ешқандай бізде кітап ешқандай не жоқ. Сондықтан да қазақша жазсам. Бауыржан жазды ғой, когда оживает сказки. А қазақ тілінде жазды. Қазақ тілінде соңғы жылдарда анимация туралы жазбақшымын да. Жалпылама пайдалануға келеді деп ойлаймын да. Кәдімгідей бір проблема не жаздым. Сен өзің қазір оқулық академияда қандай жұмыспен айналысасың? Мен енді академияда магистратураға тапсырғанмын, бірақ түсе алмай қалдым магистратураға.
магистратураға түсіп, осы магистр диссертациям осы анимация бойынша деп айтқанда, мен осы тақырыпты жалғастырамын деп ары қарай. Осы тақырыпты ары қарай жалғастырып, мен ете бермекшімін да, бір тақырыпты алдым, соны мен аяғына дейін жеткізіп. Енді мен бірақ магистратураға түскен жоқпын, түсе алмай қалдым шыны керек. Сол қазір академияда мұғалім емеспін, сабақ бермеймін. Қазір өзіңмен өзің. Иә, қазір өзі биыл осындай жұмыстармен айналыспақшымын да, өзіме қажетті керекті нәрселермен. Содан кейін неге магистратурада осыны ары қарай жалғастырамын. Енді мен биыл түсем алдым, келесі жылда Астанаға тапсырып. Там без взяток, там она поступит своими силами. Своим уровнем. Ну, это так, в двух словах. Может. Жанры қалай не дейсің? Бүгінгі тенденцияға, анимациядағы қандай тенденция негізгі? Өзінің дипломды жұмысының тақырыбы қазақ анимациясының даму тенденциялары болды да, қандай тенденциялар мен қандай бағыттармен дамып жатыр? Неге киноведческий анализ. Неге сондай фольклормен жан-жақты да? Көп аппликация деген сөзден ал қазір ол сөз анимацияға өзгерді. Анимация деген анима душа дейді да, жан беруші деп. Технологиялық жағынан ғана мультипликация деген сөз сол жағынан ғана мән берді. Ал қазір басқаша терең меңгеріледі да, режиссер сияқты. Аниматор деген сөздің өзі. Хитрук өзінің несінде айтады ғой. Сол сияқты деймін да. Бұл сөздің өзі қазір неге ұшырап отыр да, жаңа заманға сай өзінің жеке түсінігі бар. Интервью, да? Да. Что вы там на завтрак кофе пьете или чай там, или хазы там и так далее. Ну вот, понимаете, это не анализ, не глубокий. А здесь суть в том, что как раз этого недостаточно. У нее очень большой материал. Очень сложный период. Она взяла 98, да? То есть фактически легче там уже по готовым работам там пройтись. Вот. А здесь переломный момент и перспектива. Вот где-то вот у нее вот такая направленность, в смысле чисто теоретическом плане именно там. Ну вот говорят же, киноведческом, искусствоведческом плане. То есть она очень, и когда мы были на фестивале тоже, как-то вот, ну как бы в глубину как бы она хочет разобраться, и на самом деле это как бы серьезная работа будет, именно профессионально, понимаете? Не просто как бы это. Ну вот я так понимаю. Я хочу определить просто свое участие, и чтобы было известно тебе, что я, во-первых, уже давно не работаю интенсивно. Сейчас вот год, как я болею, вот это, слышала, да? Это Паркинсон, который требует от меня огромных усилий и соблюдения всех медицинских этих задач. Поэтому обнадеживать тут, что я буду здесь участвовать и что-то вот, ответить на те вопросы, я не могу. Потому что у меня в первую очередь это сохранить себя чисто вот, физически, а не брать на себя задачу, которая сейчас мне нет по силу. Вот. И единственное, что я могу, ну, кое-что вот представить, вот эту книгу, если у тебя нет, скажем, вот эту книгу, да, здесь изложено, ну, то, что есть, посмотрел, знаешь, да? Почитала. Да, то, что другие... Как бы. Просто, Амин Иванович, как мы в прошлый раз с вами разговаривали, да, я помогу, в смысле, если там, ну, вот как раз вот об этих вещах, о принципиальных, о которых мы говорили. Так что здесь, я думаю, ну, на самом деле это будет серьезная работа. А у меня есть дарственная надпись
Ол берекшін. Рахмет, рахмет. Раушанға дайындап Ну, қойған. она придет обязательно. Просто у нее сегодня Да, с лекция. расписанием, с лекцией там совпало. Мы не смогли раньше выехать, но это не по нашей вине, там операторы, поэтому теперь Берег за это берется, и мы не будем от других людей зависеть, хотя декан обещал там все. Российская Ну, редкость. это понятно. Тогда я Она стала на редкостью, всякий как случай появилась. там оставил несколько экземпляров. Вот, и не могу, ну, как говорится, как прежде вот повторить вот то, что там написано в книге, тогда я вот даю мое участие, вот считай, и благословение от твоего. Мы же говорили с вами, я помогу ей. Может, С этой стороны а именно. может, Рушан, там, я не знаю, что, с какой стороны, как она будет помогать тебе в этом. Она руководит, ее как мастер, да? Она мастерской. У нее мастерской же, да? Выпускались. Рошан Газизовна. Или кто у вас мастер был? Мастер Божинаев. Ну Гербек. Но она поддерживает. Ну, просто Кто? Ну, Рошан, Гербек мастерская. Баужан, он сейчас в Астане. в Астане Вот сейчас. я завтра поеду, тоже хочу, если получится, там пообщаться. Ну, она тоже говорила, что это за одно интервью, это как бы, она в другой раз обязательно тоже будет. Значит, тут определенного какого-то времени нет, да? Когда это, как твоя работа выйдет. Да? Типа сроков, да. Но у нее анализ Да, все-таки на вечность. Это еще неизвестно, просто неге байланысты. Қалай материалға байланысты. Год-два больше работать, да? Чтобы как завершено, ну, производство книги вот такая. Ну, енді кішкене мынандай емес енді. Энергии у нее, знаний, желаний, вот так вот. То есть я верю, вот получится все. Мы поможем. Да. Это в любом случае анимация это коллективное искусство, Конечно. и в данной ситуации это более чем уместно про это сказать, что ну в какой-то мере как коллективный труд, как бы, но это ее будет возможно и диссертация там и так далее. То есть она очень серьезно настроена на эту работу. Потому что она киновед, а не Қазір бәрін журналист. жинап алу керек болып тұр да маған. Материал, сбор материал, ну все эти. Қазір керекті нәрселерін жинап алу керек болып тұр да. А потом фазовкой будешь заниматься. Да? Да, одан кейін бөліп, сол материалға байланысты бөлем да. Өйткені қазір бүгінгі күнді мен енді мына жақта жазуға тырыстым. Кішкене сол жақтарға маған керек болып тұр да, өйткені. 98 бен 2008 аралығын алғамда, бірақ сол аралықта жаңағы не болды, қайта құру сол жерлерін кішкене сұрап алайын дегенмін да сізден. 98-ден бері қандай? Былай, не сенде электронный почта бар ма? Бар. Видео ма? Жоқ, видео жоқ менде. Не, Бірақ қажетті уақытында керем академиядан. В академии Почта, там да. есть сейчас возможность, да? Да, Интернет. пожалуйста, у нас на Интернет кафедре. У нас бар. кафедра. Кафедра. Ну, үйде емес, Ну, бірақ менің ана визиткамда сол сен сол арқылы хабарласуға болады. Бұл сұрақтарға егер жауап беретін болса дегендей. Бұлай мынандай қабылдау не деген маған қазір қиын. түсініп отырмын. Вот, сондықтан енді бір қорытынды бірдеме жасаған уақытта сол егер де
сенің жазғаныңды оқып шығуға шынымды айтпақта. Қазір мен мынау телевизор дегенді кітап, газеттерде де алсақ та кейде онда оқуға да шама жоқ. Сондықтан былай осы жыл басында ауырғанда енді ғибрат көп қой, менің бетім қисайып кеткен еді. Паралич болып қала жаздап бар. Қазір ине мен емдейтін Тибет орталығы жасай деген. Соған емделіп жүрмін. Не 80 сеанс болды. Әр сеанста 30 ине әр жерге нетіп, кішкене қазір тірілген сияқтымын. Бірақ далаға шыға алмаймын. Кейін шыққанда өзім жалғыз шығу қауіпті. Бір-екі рет құлап қалып, содан енді Рисковать уже нежелательно. Алла айтқан шабаңды енді 90-ға тақалдық, енді бір жерде тоқайып қалсам, мен кінәлі емеспін. Сол енді 80-нен асқан серпілдеп жүрген шал болдым. Сондықтан сен мені құрғылай көріп, осындай енді қазақтың анимациясына қатысқан бірінші адам деп, соны көрдім деп, баяғыда мен туған уақытта, ол уақытта елбасыға Ленин болғанда, Ленинді содан кейін Сталинді барлық қанша патшалар кетті, мен әлі қалып, солардың соңына асып жүрмін, оны Алла не деп бұйырады білмеймін. Ал енді ниетің дұрыс, оған енді мен батамды берем. Ғимарат сен туралы өте үлкен көп мінездеме жақсы айтты. Әрине біздің істеп жүргеніміз мына Берік сияқты жігіттеріміз, рухани майданның сарбаздары олар. Оларды есіне кейде мен енді араласайын десем, оған шамам келмейді, әйтеуір сырттан куә болып жүріп. Сол анау неде киностудияда балалар жұмыс істеп жатыр қазір. Сондай жақсы жағдай туып, олар Аманшаев облыстағы да, Шымкенттің де көмектесіп оқу фильмдеріне, мультфильмдеріне қаражат бөліп сөйтіп жүреді. Жағдай жақсы. Әгерде мен өзім қатысатын болсам, тақырыптар көп. Кейбір недерге енді жастарға тақырып таңдаудың өзі қиын. Оны қалай әгі фильм қылып шығару, ол өз алда. Оны бірінші тақырыпта басылады, қашанда болсын. Сосын не істейді. Сосын енді талай ойлар бар, ол айтылды да, жазылды да. Қазіргі сценарийлерімді мен студияда жатыр. Мынау уақытында, кейбір уақытында спонсор таба алмай, не студия істедім, сонда сөйтіп қиын жағдайда болдық. Сол іште бір-екі сценарий сен енді атаған шығарсың. Ананың ішінде бар, қорқыт туралы, сосын Алматы туралы аңыздарды. Қазір айта бастады, басқаларды ойлап күресте жатыр. Мен сондай күрделі тақырыптарды сценарий жазып, өзім спонсор іздеп, неге шейін, әкімдерге шейін барып, уақытында Алматының
150-ге келді деп Храпунов сөйтіп тойлайын дегенде мен соған қарсы бұл мыңдаған жылдар біздің еліміздің тарихы баяғыда алтын адамдай не болды енді біздің елді қорғайтын сондай батырлар болды деп солардың уақиғасын мультфильм болып шығарайын деп кейін Тасмағамбетовке де бардым. Мына әкімге жолай алмай оған олардың ойы енді үкіметтің енді мақсаты басқа, өнерді осындай керек екенін ол тойғанда ғана керек деп қазір айтып жүр ғой. Ең әуелі экономика, содан кейін өнер не деп. Ал енді қиын жағдай өткен шығар деп ойлаймын. Қазір енді мына берікшілі жеке меншіктермен студия ашып, ода сонда мен айтқам енді. Ол бір адам сондай көмектесіп демеуші болса, бай адам мысалы. Ол мәңгілік емес. Оны қаражаты бүгін былай, ертең күйеу болады. Ал егерде мультфильмдағы елімізге ұлттық мультфильм жасайтын болсақ, ол ең әуелі кадр мәселесі. Ол Жүргенов өнер академиясы. Сонда ғимарат екеуміз осыдан 17 жыл бұрын сонда осы мамандықты мультфильм мамандығы жоғалмасын деп, өзіміздің білгенімізді енді кейінгі жастарға үйретейік деп, сол Жүргенов өнер академиясында осы бастадық. Соның қаншама материалдар, ғимаратты, анимация, суретке жан беру деген. Соны енді одан басқа шын айтпақта сауатта бұлай үлкен білімі бар аниматор, екі-үш адам ғана, бірақ бәрінің ұстазы ғимарат. Сондықтан сен егерде бірдеме анимация туралы жаза білесің, ол мен енді ғимаратпен оның енді айтары да көп. Сосын ауыз алатын жоқ. Кей шәкірттер әрқайсысы өзім ғылымын деп талпынады, бірақ олардың енді ісі болу үшін үкіметтің жоспарында болу керек, қаражат бөлініп тұру керек. Ол нарық деген бізге, ол мультфильмге, қазақ мультфильміне ол жау сияқты. Олай десек, біз енді бір үлгі айтайын, тілдің тағдыры сияқты. Қазақ тілі нарықта бұлай бола қоймайды. Қанша бағана ақша отыр жоспарлап істейді. Себебі бұл мультфильм өнері коммерцияға жеткесін, ол басқа үлкен мықты ұлттардың ғана тілі. Олар ағылшын тілі қалай болса, мультфильм ода тіл, ода көзқарас, ода адамның ойын, ішкі сезім барлығын қамтып алып айтатын бір жағынан, екінші жағынан табыс келетін болса, ол мультфильмнің өзінің үлкен өндіріс екенін білесің. Ағылшындар, жапондар дегенде, үлкен қытайлар, орыстардың өздері, біздің көкеде жүрген уақытта олардың өздері аяғы көкке көтеріліп, оларда да мультфильмнен күшті, союз мультфильмнен айырылып қалды. Жеке нелер, студиялар, олар ақша табу мүмкін. Ақша не? Кім береді? Оның мақсаты не? Әйтеуір, не айтсаң да, сол неде болу, ақша керек. Коммерциялық бағыт үстемдік етіп кетті ғой. Сондықтан мен ойымша, егерде осы жазсаң, ертең
негізгі түйіндісі бұны оқығанда да бәріміз қоғамның енді алдында дәлелдеп шығу керек. Нарықта қазақ мультфильмі өмір сүре алмайды. Оған себебі көп қаражат керек. Оған оның алдында кадр дайындау керек. Техникаға барлық ол өз алды. Техника болады. Компьютерлерді меңгерерміз. Бірақ өзіміздің рухани қазынамызды, ұлттық қазынамызды, ұлт екенімізді мультфильм арқылы білдіруге болады. Бірақ оны мынау қазақ мектептері ашып атыр ғой. Ауылдар бір уақытта тілімізді жоғалтып мектепте азайып, Алматыда мен білем, неге соғыстан кейін менің әкем мұғалім болғанда қазақ тілі мен әдебиетіне жұмыссыз қалды. Себебі мектептерде қазақ тілінің өзін жалпы жауып тастады. Неге мектептерде? Сол қазақ балаларына орыс тілін білсін, сонда жетіп жатыр деп, сондай жағдайға да келді. Мынау 40-50 жылдары. Ал сол қиын жағдайда тіл ол құрал. Agar da biz öz kuralımızı paylaşmayı başkalarının arbalarının şan жетіп сөйтіп жүреміз. Осындай айтатын нәрселер, ойлар көп. Agar da осы тұрғыда сен бір ғылыми жұмыс жасайын десең, мен agar da бір бұл аурудан құтыла алсам дегенім, бірақ о да үмітсіз. Себебі емделмейтін Паркинсон деген емі жоқ деп сөйлейді. Мынау жаңадан бізге келген Тибет несі, ине дәрігері жасан деген ол емдеймін деді. Бірақ мұны қаншама ине тықтаған мыңдаған әлі нәтижесін аса көргем жоқ. Бір нәтижесі осы жыл басында мен бірінші кризис болып ауру. Сонда екі жол оқи алмайтынмын да. Оқығанға түсінбейтін. Бұлай сөйлемді құрастыра алмайтын да. Сол енді қазір Құдайға шүкір 2-3 бет кітапты 2-3 бетін оқи аламын. Бірақ оған әсер кейін өзімді күшті оқысам да кейін қайтадан аурум қайтадан қайтып келетін сияқты болып. Сонда енді сол мен оны айтып отырғаным, сен маған аса бір көп уақыт береді деп оған сенді. Сенің сенетінің, менің білетінімде ғимарат, берік, анда тағы жәкені дәнелеп, бұлай енді жәкен ол сөзге тұйық адам, жақсы талантты суретші болғанмен, ол қоғамдық қасиеті, әгер көп топты басқару істеген тәжірибесі, ондай режиссер болу. Оның жасаған фильмдері бәрі тамаша, не болса, қандай тамаша болса, бірақ оның бәрі өзі авторский, өзінің қолынан істеген бәрі. Сондықтан мұна қазір жасап жүрген толықметражды фильмі қалай шығады білмеймін. Себебі бір адам жасап шығару деген ол шамасы келмейді, физически. Ал бұл өзі режиссерлігі үлкен дәрежелі, суретшілігі одан да үлкен дәрежелі. Ал одан басқа көп адамдар тура соның қолында жасаған суретіндей қимылын бәрін жасау, онша бізде кадр жоқ. Өкінішке қарай, бізде дарынды жастар оқыған, бізден оқыған. Жан жаққа тарап кетті. Мына Қарағанды, Ақмола, басқа жаққа олар сол күнін көру үшін енді уақытында шаңырақ құрып
әр адам өзінің енді сол бала шағасын асырайтындай жағдайда қазір көбі мына басқа жұмысқа араласады. Негізінде уақытындағы ремонт жұмысындағы евроремонт деп сол суретшілер интерьер осы барын соныдан енді ақша тауып сөйтіп кетіп қалды. Ал оларда ұлттық құнды достояние республики дейді, сондай болатын жігіттер бар еді. Ол қаншама менің әке-шешемнен 13 бала туды да, содан екеуміз ғана қалдық. Сонда жас кезінде қайтыс болды көбі. Не тұрмысы нашар, ашаршылық, соғыс-соғыста барлық көшпенді болып кетті. Өз туған жерден мына жаққа сондай жағдайда жүргенде ол қаншама бала туса да ол асырап нете алмады. Сол сияқты бізде қанша мультипликаторларды шығарамыз десек те, оларға ертең жұмыс бере алмаймыз, жұмыс таба алмаймыз. Содан кейін кінәліміз сияқтымыз аналардың алдында. Осындай әсем, әдемі өнер кімді тартпайды, бәрін көрермендерге қызық, бірақ оны жасау етін кім? Инемен құдық қазғандай еңбекке оған қаншама қаражат, қаншама қандай жағдай керек екен. Сосын мультфильм маманы ол бір күнде жасалмайды, бір бүгінде жасайды. Менен кейінгілер, менің шәкірттерім қазір 60-қа келді, пенсияға шығады. Вот арасында қаншалары шығым болды, ана дүниеге кетті. Өкінішті сондай Қалдыбай Сейданов өзін-өзі өртеп фильм, онда тарихын білесің бе? 98. Иә, неге кім Ерсайын Абдрахман өкінішті, дарынды, талантты, жүргені өнер академиясында бастағанда осы шумыз, шумыз бірінші факультеттің, кино факультеттің ең бірінші бастап. Киноведениеде кім Бауыржан, осы төртеу болдық, содан кейін көбейіп, қанша киноның, телевидениенің мамандары сол Раушан сияқты нелер мұғалімдер келді. Осының бәрі айта берсе, қаншама тарих ол. Әрине ондай біздің айтқанымыз, жазғанымыз жай оқырмандарға керегі жоқ оның. Соның бұл тарихшы ғана деп қазір менің ойлам. Басында Ғимрат айтқан осындай ой бар, осындай жазатын маман бар дегенде мен енді жақсы деп қуанып кеттім, бірақ енді содан басқа енді қазір енді байқап отырмын, мен бұндай үлкен күрделі жұмысқа көмектесе алмаймын деген. Осы жағдайым менің. Қазір үйде отырып сағатпен уақытында режим бойынша дәріс ішіп сөйтіп отырмын. Енді сондықтан айбекті неге енді әгерде бір мынандай сұрақтардың ананың өзінің әр сұрағының өзі осындай бір кездескенді айтатын. Үлкен кітаптың әңгімесі ананың бәріне мен әрине жауап берер едім, мен өзімше өз көзқарасым. Бірақ оған не жаза алмаймын да, жазып электронный почтадан жіберуге. Сондықтан енді не деймін енді? Бата бергеннен басқа ештеңе жоқ. Шалдардың енді мен осы алдымыздағы жылда 88-ге келем. 8 деген знак вечности дейді ғой, мәңгілік. Алланың алдына бару деп кейде сөйтіп өзім ойлаймын. Ал сосын
неге мына ғимарат біледі енді біз оқытқанда балаларымызды оқытқан уақытта анимацияға қандай жоспармен біз өз жағдайымызбен ана Мәскеуде енді басқа жақтан да енді алып тәжірибесін олардың да біз пайдаланғанбыз. Қазіргі жағдайда енді оқу жоспарын басқаша құру керек. Мына кімнің Беріктің тәжірибесі бар. Қалай мультфильм жеке неден жуанда оның уақытша agar da bir filmni жасап, сонымен аяқтау емес, а именно системный болу керек. Мынау студияның жасайтынында бізге аша сенбеу керек. Себебі біз оған киностудияға қандай директор келеді, қалай ол жетеді. Көрдім ғой талайын. Сол балалар, дарынды балаларды осыған жұмыс бер деп айттық сөйтіп. О да ойдағыдай болмай шықты. Менің сенімім қазір осы кинофакультетте, мультфильм факультетте бұлай нету конечный результат өзімізде болу керек. Киностудияда емес, жеке меншікте емес. Сондықтан оқу дипломный жұмыс ол фильм. Біткен жұмыс болу керек. Біз бұлай да ойладық. Бір уақытта болды. Бір сценарийді бөліп, мысалы 8. Әр қайсы жеке эпизодтың режиссері өзі мультипликатор болып сөйтіп, бұлай 3 минуттан бір фильм өсіреді, оны ойдан, оны да жөнді асыра алмады. О да енді не екенін өзі де бір тәжірибемізге еске алатын бір жағдай. Ал бірақ негізгі мақсат бұлай. Бірінші курста нелерін ғимараттың қолынан өтеді. Аниматордың жұмысын меңгеріп мамандығын. Сосын әрмен қарай бірінші, екінші курс сол жақсы қимылды үйренсе, сосын курсовой жұмыс істесе. Курсовой жұмыста уже дипломный жұмыстың негізгі тақырыбын таңдап алып, сосын 2 жылда фильм шығару деген. Оның бәрі енді басқа кім айтардай мұғалім де жоқ, шынатын. Уақытында мұғалім болмады да, біз осындай өзімізше 2-3 адам оны меңгере алмады. Ер сайын кетіп қалды. Басқалар бір өндіріске, басқа жаққа кетеді. Бұнда тиянақты бір кем дегенде 10 жылға тәжірибе істеп, именно мынандай біз қазақтың анимациясы бар деп, оны айта алатын осы Жүргеновтегі жігіттер. Енді сен келдің, қандай оқу программасы бар, қалай істейсіңдер, оны білмеймін. Түріңе қарап отырып, сен де мен сияқты. Кеше жолдан келген маға, ренжімес. Мен айттым ғой. Менің әкем сізбен құрдас қой. 86-ға келді бейін. Сол кісі түсімнен көрдім де, құрбан болған, айт болғаннан кейін сол барып қайтқам. Сізге байқап қалды. Жолдан келіп отырым мен. Қай жерге өтті? Қарағанды Нұр ауданымыз, өзіміздің Нұр ауданы ғой. Қантай ауыл. Сізден 40 километр ғой біздің ауылымыз. Соны барып келіп, бірден өткен жолы сөз бередім ғой. Сөзімді жерге тастамайын деп байқап отқаны сол шығаршы. Бірақ негізі сіз айтып отқан әңгімеңізді мен аға айтайын деген. Менде ол бәріне реттеп келе жатыр, Құдай қаласа. Системаға келтіріп, өзіңіздің шәкіртіңіз бар Мұрат ағамыз. Соның шәкірті, ол қазіргі анимация бүкіл дүние жүзінде тек қана мынау анимация емес. Басқа сала, киноның өзі қазір анимацияға көп нәрсе етеді. Виртуальная реальность дейді.
сосын мынау голограмма деген бар, кинода спецэффект бар. Біз ең бірінші ана өткен жолы ректормен додеканға да айтқаннан кейін, аға сізбен ең бірінші сізбен ақылдасып алуымыз керек. Біздің қанша дегеніміз сіздің опытыңыз сияқты жоқ қой. Қазір заманға несіне талабына қарай соның бәрін ойластырып, Геммурат екеуміз реттеп, соны келтіреміз. Қазір жаңа сіз айтқаныңыз дұрыс, мен де енді біраз салып телевидениеда, частный студияда аштым етіп көрдім. Сіз сияқты мен де келсем, ол киностудияның қана несінде бағынып отыра берсек, біз мультик деген сол жабысып қалды ғой сонда сөз. Жабысып, второстепенный планда жүрміз әлі күнге дейін. Бізде. А оны жеке өзіміздің анимационный студия деп. Оны көреміз, ол Жүргенов академиясынан ба, бұла негізі жеке бөлек болған дұрыс. Потому что қазір сұраныс көп. Мына сотовыйыңыз өзінде ол анимациясыз болмайды, көрдіңіз бе? А біздің басшылар, мен де талай бардым ғой, тоже министерствоға да, недегі госуправление, администрация президенттері біраз, депутаттармен біраз, Ақселеу Сейдімбетовпен, Қойшығара Салғарин, сол Әбіш Кекелбаев үшеуімен мынау фильмді бастар алдында айтып едім ғой, ол кісілермен де ақылдасып неттім. Былай пока анимация өзі жеке, бөлек, ешкімге байланысты сондай болмаса, ол өспейді. Солай ғой сіздің айтайын дегеніңіз аға. Мен толықтырып талай айтатын. Иә, ондай сөздер көп. Сенің қазіргі алған міндетің тұрғыдан менің біраз айтатын тәжірибелер. Енді ағарда уақытында анау Қышқашбаевта студия жасаймыз деп. Иә, есімде. Иә, неге оны министрге шейін барып, сосын біз орадан кейін министрімізді кінәлап, ол да орнынан түсіп қалды. Министрлер ауыса береді. Мен 2 жыл, 3 жылдан аспайды. Уақытша адамдар, олар қандай келешекте бір буыннан екінші буынға беретін қасиет ұлттың өзінің рухын сақтау үшін ол көп өмір сүру керек. Ол үшін не істеу керек, қалай істеу керек? Ол мысалы біздің кетеміз, біздің тәжірибеміз сендерге бермесек, мультипликацияда болмайды. Сондықтан ең бірінші осы қолдан келетін академиядан бастырады. Осында соның өзінің көлемі бойынша қолдан келетін. Ол мысалы әрқайсысы курсовой жұмыстар мақал мәтелдерді. Иә, дұрыс еді. Содан әрқайсысы жасса, онда қазақтың фольклорында мақал мәтелдер, философия, өмірлік тәжірибе, ақыл барлығы сонда. Сол мақал мәтелдердің жинағын жасап мультфильм шығаруға болады. Сосын Қайғали істеді, неге әліппе туралы. Иә. Ол да 1 сағаттық. Ол да әжептәуір үлкен күрделі жұмыс. Әгерде мектеп үшін, мектеп балалар үшін, қазақ мектеп үшін сол мультфильмнің өзінің бір тақырыптары жоспарын жасау керек. Бірақ өзімізде, ең өлі, әгерде балаларымыз әрқайсы өзі бір, мысалы, мұна кім істеді әгер 3-ші курста болды. Майдан Тұрдыбек? Жоқ, мен айтайын дегенім, мақал бітірі, мысалы, күлме досқа келер басқа дейді. Иә. Сол үшін, жақсы, кім ана қыз болды, сол... Жұлдыз, Сана. Сапарғалиев. Енді сондай жақсы жұмыстарды үлгіге алып, сөйтіп істесе. Ол шексіз... Сана. Осы айта берсе, содан бастаса әгерде, деген студия ашамыз деді Қышқашбаев. Енді мынау Мұхамедиұлы Арыстанбек. О да студия ашамын деп фонд жасап, соны учредитель біреу ақша берсе біреулер, соған фильм жасаймыз деп.
О да енді ниетіне рахмет оның. Бірақ әлгі оповой сияқты, вот ақша болса істей қояды. Оны адамы керек істейтін. Ал енді әлгі технология келсек, бізге уақытында технологияны жаңа сен айтқан. Біз мысалы мен үшін ол қиын, мен меңгере алмаймын. Мысалы компьютерді қалай нететін менің шөберем менен артық біледі. Компьютердің нелерді. Ол аға былай ғой, техника деген ол екінші болу керек негізі. Бізді академияға келген шақырғаннан кейін жолда шақырады ғой. Ол технология деген ол бізге қазір компьютер ручка сияқты деп айтып отырмыз ғой. Сол сияқты ғой. Техниканың ешқандай несі жоқ. Ол қазір биыл мен курсқа алғанда 4 адам келді высшее образование. Біреуі сол компьютердің оқуын бітірген университетін. Көрдіңіз бе? Олар өздері, жастардың өздері айтып отыр. Біз компьютер бәрін білеміз, бірақ мынау анимацияның, драматургия, профессияның өзін түсінбей біз істей алмаймыз деп айтып отыр. Көрдіңіз бе? Сол сияқты ол техника ол. Арбаның алдынан арба алдымызда жүрмейді ғой. Көбісі түсінбейді. Жаңа өзіңіз айтқандай, тілдің тағдыры сияқты ғой біздің анимацияның тағдыры қазір. Біз өзіміз сосын көтеріп, үкімет деген соң дұрыс көзқарасымен қарамаса, ең бірінші жаңа айтып отқан парламентта нелерді сондай заң шығармаса, 80, хотя бы 80% өзіміздің ұлттық анимация болмай бізде дамымайды, рас айтқанда. Біз өзіміздің немізді, нанымызды өзіміз жемесек, ұлттық нені. Ол сол тілдің тағдыры сияқты болып тұр анимация. Енді мынау академияда білмеймін, енді Құдай қаласа енді басы дұрыс естіп жатқан шығарсыз. 20 компьютер керек деп едім, 4-еуін беріп жатыр. 2 интерактивный доска қойды. Ол сабақ беруге өте жақсы ыңғайлы екен. Сосын интернет қосып жатыр. Енді көре жатармыз енді. Енді о жағын мынау суретшілерге меңгеруге қиындау. Ал мен болсам өзім біз кинопленкамен техника шет жағасын седендік енді білесің ғой, біз бастаған уақытта кинопленка мысалы 10 минуттық мобильді 3 килограмм. Сол Мәскеуге ол уақытта тапсыратым. Соны көтеріп мысалы бір сағаттық нені алса, фильмді апарсақ, директ фильм, көркем сурет фильм, соны 3 килограммнан 10-ға 30 кило. А қазір оның бәрі мынандай бір дискіде. Дискіде не болса, флешка. Технология қалай өсіп барады? Технологияны пайдалану керек. Оны бәрі меңгеруімізге болады. Жоқ, меңгереміз қиын емес аға. Мысалы сен машинеге отырып, самолетке отырсың, маған аттан басқа ештеңе білмейтін. Бірақ негізінде өзіміздің ұлттық рухани соны қалай осы техника пайдаланып, қалай ұлт боламыз. Бүгінгі күнде ұлттармен қалай тереземіз тең болады. Қалай өзіміздің фольклорды бүгінгі қызық қылып, архаичный болмай дегендей, осы жағына көп түсінер. Онда осы жағына мынандай енді нелеріміз, жұмыстарымыз. Сол ойды қорытып, теоретический жасауға ода керек қатары дегендей. Мысалы қазір мен сабақ беріп жатырмын ғой, көбінесе жаңағы сіздің фильмдарыңызды көрсетіп жаңағы. Мысалы гармоничное изображение, музыка сіздің жаңағы қарлығаш құйрығы неге айырып айтсақ жаңағы әр персонаждың өз музыкасы бар дегендей. Сөйтіп беріп жатырмыз мысалы. Біздің ерекшелік, қазақтың ерекшелігі мысалы. Қазақ көп сөзбен, музыкамен берген мысалы, терең ойдарды. Оны бұлай наглядно, показательно суретпен ғана емес, музыканың да бір несімен, дыбысымен нетуге, беруге болады, терең ойды. Сол сияқты үйретіп жатырмыз ғой, рас. Мына техникаға
екінші мен өзім сол техниканы нетіп ол екінші ең бірінші мына жерде жүректе болмаса баста болмаса ол не біздің мамандығымыздың ерекшелігі иә 8 қырлы бір сырлы дейді. 8 қырлы деген барлығына сценарист, режиссер, аниматор, мультипликатор, актерлік ойын, сосын техника, музыка, осының бәрін бір адам білсе, тамаша болар еді. Бірақ бұл өндіріс отты конвейерді бірінен бірі әрқайсысы жеке мамандық болатын болды. Дегендей сценарий сөздікін жазады, ол екінші бізде авторский фильм дегеніміз не, ол қалай болды, оның өзі бір тарих. Мысалы ең біз бастаған уақытта сөзсіз бастадық фильмдер бойынша. Біраз менің фильмдерім сол музыка нететті, музыка арқылы дыбыс шығады, сөз аз болды. Себебі біздің қазақ тілімен жасаған фильміміз, оны дубляж жасап басқа елдерге таратуға ол проблема. Сондықтан сол сөзсіз түсінікті деген. Сондықтан еріксіз біз енді сөзден бас тарттық. Қазір қарасаң, ылғи только сөз. Бұны ағылшынша, орысша айта береді. Біздің тәсіліміз басқаша. Енді осыны айтатын тақырыптар көп. Шексіз осылай отырып әңгімелесе берсе, енді заттар жазып алып, соны басқаларға да ертең біздің ойымызды, пікірімізді бәрін енді мәңгілікке жалғастырып кететін болса дегенде енді. Сол енді мен 7 минуттан кейін дәрі ішуім керек. Режим сақтан. Кешірерсіңдер енді. Бірақ кеш қалдық. Атамыздың айтатыны әлі тағы бар еді. Соны сұрап қалмадық деп. Енді өкінерсің, мүмкін кім біледі қалай ертеңгі болады. Әгерде мені жасартам деген. Сосын мен айттым, ойбай, олай болатын болса, мына шешеңді бірге жасарт. Мен жас болып ол. Енді осы тақырыпқа барған сайын әзілдейтін. Әгер ол жасардың өзінің несі туған жылы. Қарлығаштың мен фильммен сол 67-ші жыл туған. Сосын туған күннің өзі менің туған күнім екен. Маусымның 3-і. О да маусымның 3-інде. Сосын Абай көшесінде басталған, енді байқасаңдар 5-ші микрорайон. Сонда жасай деп жазылған. Абай көшесі 23-ші А деген. Мен еске сақтаған уақытта осындай бір салып тұрмын. 23-ші жыл менің туған жылым. Ол үйдің нөмірді 22 екен. Сондай деп. Осы жасаңа саған кездескен менің не соңғы өзімнің өмірдегі тағдырым шығар. Енді осылай жазып кетсең, Алладан кейін сенсің ғой деп. Сол енді, ал енді берік неге бұлай бір осындай кездестіру бірден болатын болса, енді ең әуелі алдымен мені аяда. Енді сізді мағанда. Сол енді кім біледі жазылып кетуі мүмкін. Бәрі болашақ. Наладится. Құдай қаласа. Ритм все это. Егер бір сұрақ бар деп. Ну и потом организуем, да? Конечно. Чтобы и оператор только заранее, чтобы не... Жана аға, мына мен деканға кіріп шыққаба айттым. Осылай ағамызды барып интервью алайық деп едік. Сол камера сұрап едік. Енді... Лена кем была, не?
Лена Ким позже? Нет, Ну, это позже уже. это позже. Третья волна, наверное. Вот, потом это, Бесиетов, по-моему, да? Бесиетов, Позже тоже. потом Калистратов, Калистратов, Бесит Дученко. Ющенко. Вот, ну вот и сделали вот, ну, съемку и сделали, смонтировали, а потом в это время, ну, из Москвы приехал к киностудии, там обычно курирующий редактор Да. по республикам. И до него дошел слух, что мы делаем мультипликацию. И он сказал, как делать эту аферу там, где нет никаких условий, как вы можете решить на это. А Камал Исмаилов был директором, который разрешил вот все это, все и выделил, и Под свою ответственность. комнату, там столы по нашим, просвет по нашим чертежам Мехтера сделал. А потом МФ 12. Мэр 12 первый, ага. станок съемочный, Артемов оператор. Он тоже не знал сначала, как это делать. И вот показывали съемку, все, ну вот так, все. Я то, что сам знал по своим мультфильмам, каждому объяснял, и вот так делали. Ну и также музыку, когда писали, тоже как все это, это особые уже разговоры длинные. Но я хотел сказать, что вот этот Камалу, когда сказал этот, фамилию его, запомнил его Сиеди, редактор московский. Он говорит, не может быть это афера. Ну, если Как не фамилия? Сигеди. Ага, Сигеди. Это вот часто склонял. Это я запомнил. Ну да. Он пришел проверять этот, и нас думают, что они аборигены, что могут сделать. Так команда сказала, если, говорит, не сделает, говорит, тогда, говорит, я первый отвечаю. Можете с меня спросить. Я верю Хайдару. Ну и вот он уехал, а потом вскоре сказали, профессионалов пришлю, что вы там делаете. Вот. И прислали, командировали Хитрука и Дегтярева, режиссера кукольных фильмов. Тоже хороший режиссер. Вот. А я им, значит, когда показал вот этот материал, и Хитрук, когда в просмотровом зале потух свет, посмотрели, потом все еще 10 минут сидят, молчат. Потом говорит Камал, ну что молчите, хоть что-нибудь скажите. И Хитрук говорит, мы, говорит, под впечатлением просмотренного материала сидели и переживали вместе с автором. Это удача, это не просто удача, а это фестивальный фильм будет. Осталось только краской сделать и все. Вот. Ну, я пригласил его тогда, Хитрука, домой, в гости. Еще мы с родителями жили около стадиона Ботанический бульвар, назывался, частный дом свой. И вот так тоже угощали. Борсак ел, Хитрук спрашивает, как это делается, говорит, пончики. Пончик, он сказал. Он один сидел, Потом говорит, разрешите еще. потом говорит, еще можно. Мне понравилось, говорит, пончик. Тогда мама готовила. Мама говорит, да, вот для вас же все. Так что великий мультипликатор Хитрук, вот, дома у меня был. Но потом уже благодаря тому, что первая удача, дальше дорога пошла, начали из мультипликаторов делать режиссеров на производстве. Это, конечно, тогда явление мультипликации как мирового, такого контакта, открытой границы не было, железный занавес, и мультипликации все в основном делали в Москве,
А когда сказали, что и здесь периферия начала развиваться, многие думали, ну, навряд ли